Башаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақылова Мөлдір. Бүгін біз 10-шы сынып жаратылыстану математикалық бағытына арналған генетика бөлімі бойынша жиынтық бағалау талдайтын боламыз. Олай болса, тапсырмаға көшейік. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, төменде берілген сөйлемді толықтырыңыз. Формуланы аяқтап жазыңыз. Ортада жүретін реакциялар. Бір текте ортада жүретін реакциялар. Гомогенді химиялық реакциялар деп аталады. Мысалы ерітінділер немесе газдардың арасындағы формуласын жазайық. Дельта N бөлінген дельта уақыт. Дельта С дельта Т. Келесі тапсырма химиялық реакцияның жылдамдығы. Анықтамасын және формуласын жазыңыз. Уақыт бірлігінде әрекеттесуші заттардың немесе түзілген өнімдердің концентрациясының өзгеруі. Концентрациясының өзгеруі. Енді формуласы тең плюс-минус дельта С-ні дельта Т-ға бөлінгенге тең. Келесі тапсырма концентрацияның реакция жылдамдығына әсері. Концентрация артуымен реакция жылдамдығы артады. Себебі бөлшектер саны артады. Келесі тапсырма, егер азаттың бастап концентрациясы 1 мол литрге тең болса, 4 секундтан кейін концентрациясы мынанша тең дейді. С нулевой 1 моль бөлінген литр. Кейін 0,6 моль литрға дейін тең болған.
4 секунд табу керек. Тең минус C'дан С нолевойды алып тастаймыз. Бөлеміз уақытқа. Тең 0,16 азайтылған 1 бөлінген 4. Сонда 0,1 мол бөлінген литр көбейтілген секунд болады. Келесі тапсырма. Шындық жалған екенін көрсетіңіз дейді. Қысым газ фазасында жүретін соқтығысулар санына әсер етеді. Шындық. Реагенттер концентрациясын қысым жоғарылауынан өзгермейді. Жалған. Қысымның төмендеуі реакция жылдамдығын баяулатуға алып келеді. Шындық. Қысым сұйық фазада жүретін реакция жылдамдығына газ фазасындағы реакцияларына әсер етеді. Жалған. Ол әсер етпейді. Келесі тапсырма. Ван Гог ережесін тұжырымдаңыз. Температура әрбір 10 градусқа арттырған кезде реакция жылдамдығы так 2-ден 4 есе артады. Сол кезде 2-нің В1-ге қатынасы гамманың дельтаты бөлінген 10 дәрежесіне. Келесі берілген химиялық реакцияның температуралық коэффициенті 2-ге тең. 100 градусқа көтергенде химиялық реакцияның жылдамдығы қанша есе артады? Гаммасы бізде 2, дельтаты 100 градус. В2-нің В1-ге қатынасы. Бірден осы жерге қойып кетейік. Тең гамма дельтаты бөлінген 10. 2 100 бөлінген 10 болады. Сонда 2-нің 10 дәрежесі 1024. Да 1024 есе артады. Келесі тапсырма. Көп нүктенің орнына қою қажет екен. Сутек тотығының ыдырау жылдамдығын оттектің бөліну алу жылдамдығы арқылы бақылауға болады. Марганец 2 4 оксиді ыдырау процесі. Оксиді жерде катализдік
ыдырау процесі алайда реакция барысында өзгеріссіз қалады.